Биылғы жылы облыс бойынша 10 сауықтыру лагері жұмыс істейді. Ағымдағы жылы жалпы білім беру қоры бойынша 4043 баланы қала сыртындағы лагерлерде демалыспен қамту жоспарлануда. Бұл балалардың жалпы санының 4,2%-ын құрайды. Осы мақсаттарда бюджеттен 242,580 миллион теңге бөлінген. Бұл туралы Абай облысы білім басқармасының дарындылық пен қосымша білім беруді дамытудың облыстық ғылыми-әдістемелік дарын орталығының әдіскері Сәуле Дүйсенбекова өңірлік коммуникациялар қызметінде өткен баспасөз мәслихатында атап өтті. Значит, с бюджета предусмотрено отдых детей из семей, отдых детей из социально уязвимых семей. В этом году, значит, 4043 детей по фонду Всеобуча будут отдыхать бесплатно в загородных лагерях, и предусмотрено на эти цели из бюджета 242 миллиона тенге. Стоимость путевки в этом году 60 тенге, значит, срок пребывания детей в одном сезоне 60 дней. Далее, значит, с заинтересованными нашими тоже структурами, вот управлением, с департаментом полиции, с департаментом санитарно-эпидемиологической службой будем проводить семинары именно с руководителями пришкольных лагерей, с руководителями загородных лагерей, с вожатыми, которые будут задействованы в организации летнего отдыха. Сондай-ақ Сәуле Дүйсенбекова баяндамасында балалардың жазғы демалысын ұйымдастыруды жақсарту мақсатында 2024-25 жылдары Абай, Ақсуат, Көкпекті аудандарында 3 лагер, 2027 жылы Семей қаласында жыл бойы жұмыс істейтін лагер салынатындығын атап өтті. Сонымен қатар баспасөз отырысында Абай облысының төтенше жағдайлар департаментінің азаматтық қорғаныс басқармасының аға офицері Есен Қуантханұлы да қатысты. Өзінің баяндамасында суға түсу маусымында жасөспірімдерге қауіпсіздік шараларын қатаң сақтануға, тыйым салынған жерлерге суға түспеуге шақырды. Также хочу отметить, у нас плачевная ситуация в 2023 году. По статистике у нас утонуло 15 человек, из них 3 детей. В этом году будет полностью охвачено по области все лагеря, все предшкольные лагеря. То есть наш сотрудник будет ходить, будет объяснять это все, будет доводить до каждого ребенка. И надеюсь, что в этом году у нас таких плачевных ситуаций не повторится, как в прошлом году. Қазақстан халқының бірлігі күні қарсаңында Абай облысында бір шаңырақ астында атты дөңгелек үстел өтті. Басқосуға Қазақстан Халқы Ассамблеясының этномәдени қоғамдық бірлестіктер, мемлекеттік емес ұйымдар, облыстық аналар кеңесінің мүшелері, партия жетекшілері, түрлі сала мамандары, жастар мен еріктілер қатысты. Дөңгелек үстелде аймақ басшысы Нұрлан Оранхаев жиналғандарды мерекемен құттықтап, Қазақстан халқының бірлігі күні бір шаңырақ астына жиналған ұлт пен ұлысқа ортақ мереке екенін атап өтті. Жиын соңында тасқын кезінде азаматтық позициясын танытып, зардап шеккендерге қол ұшын созған 40-қа жуық жерлестеріміз облыс әкімінің алғыс хаты мен естелік сыйлықтарына ие болды.